көтерейік, сүйреп келмей, билеп әткелейік бар. Келісіп па? Сіздердің бодаларыңыз, бұл сіздердің тойларыңыз. Әрбір адамзаттың арман екен, ұлды ұяға, қызды қияға қондырсам деген. Бүгін осынау ата-ананың сол арманы, сол шаттығы, сол қуанышы орындалып жатқан күн ағайын. Бас қосып, осы тойға, осы құдалыққа куә болып жатқан қос тотыларыңыз жапырағын кеңге жайып шынары болсын. Бүгіннен бастап алған сіздердің мың жылдық құдалықтарыңызға барша жұрт құмар болсын деп тіледік. Енді құдеке әдемі өсіп өнген керемет әулетке құда болып жатсыз. Құда болып басқан қадамыңыз нық болсын. Қай уақытта да басыңызға бақ пен дәулет жүк болсын деп жақсы тілекті өзіңізден бастап өтсек. Рахмет. Құрметті құдалар, бүгінгі той Сәкеңнің Ақбота деген алтындай періштелі қызы бар екен, бізде ұлы бар екен. Осы екеуінің шаңырақ көтерген қуанышында отырғандарыңызға, барлықтарыңызға той жұғысты болсын. Қос ботақаның аманшылық болсын, Құдай қаласа балалы шағалы болсын. Құрметті ағайындар, кешірім өтінем, толықтырым. Bir балам, Құдай қаласа, бір жұмақ өлең барлықтарыңызға айтып берейін. Көктем етіп көркейтсе де маңайын, өкпешілдің көріп жүрміз талайын, өшігуді қояйықшы өзгеге, кішіпейіл болайықшы ағайын. Көкпен жерді селетсе де жауындар, жермен көкті селетсе де дауылдар. Бейілімізді пенделікпен тарылтпай, кішіпейіл болайықшы ағайын. Болашаққа қол ұстасып барайық, ақиқаттың ауылын іздеп табайық. Кішірейіп кетпес ғазиз басымыз, кішіпейіл болайықшы ағайын. Ел болғанмен емеспіз ғой онша көп, сонда дағы бөлінумен шаршап ек. Өзімізге қалайтұғын нәрсені тілейікші өзгеге де болса деп, ұлттың қамын жүректермен ұғынып, жұрттың жүгін көтерейік жұмылып, қаратайық құбылаға жүздерді, қаратайық адамзатқа жылылық. Баршамызға осы той жұғысты болсын. Бүрсігіміз Сәке, Құдай қаласа, Роза, Балдырбек көке, Зәуре апа, барлықтарыңыз біз үйде боласыздар тойда. Құдай қаласа, Еркін Нұржановтың бір өлеңі бар, Жүрстерманов ағамыз жазған. Құлагерім, бар бақытым өзіңсің сірә менің, бір тілеуін әкеңнің берер болса, саған ғана амандық тілер едім. Құдай қаласа, барлықтарыңызға жұғысты болсын. Бәрекелді құдеке, тойға келдік, барлығымыз жақсы ниет тілеп жатыр, барлығы да жақсы тілек. Сөздің маржанын теріп, керемет тойдың ажарын ашқан өзіңізге біздің ағайыннан мың рахмет әр уақытта. Әр уақытта қадамыңыз құт болсын деген ниет. Енді қайын атым әлі менің ағаларым, білу керек олардың бағаларын. Жақсы істермен елін аты шыққан абыройлы атақты ағаларым десек, бүгінгі күн өздеріңізге ақ көңіліменен, шын ниетіменен ақ дастарханын жасап, керемет тойға куә болып жатқан жайларыңыз бар. Ендеше жақсы тілекті, жақсы ниетті Серік ағамнан жалғасам деп отырмын. Құрметті құдақтағылар да, тойға шыққандарыңыз болсын. Ағайын жат туыс бауырларым, қуанышты көрісіп келгендеріңізге алғысымды айтамын. Қызым өсіп, өрісімді кеңейтіп жатыр. Сіздерге
қызым барған жерде бақытты болсын, тастай батып сүрмесін. Құдай осы қуаныш екен бәрімізге ортақ, осы қуаныштарына екі жасты қалашық. Сіздер де қыз болып, біз ұлды болармыз. Қуанышымызды ортақтасып әрқашан осындай той ақтастырғанда басымыз әдейі көзімізді көреміз. Баршаңызға рахмет. Қуанышымыз өсіп көрді. Шапалақ ұрғандар қыз ұзатсын деймін ағайын. Тілегіңіз қабыл болсын, Серік аға. Бүгін келген жекжат, бүгін келген ағайын сіздің шаңырағыңызға тек шаттыққа келсін, думанға келсін, тойға келсін деген ниет. Енді ағайын ана бақыт, ана нұр, ана жұмақ дейді дана халқымыз. Дүниенің жарық күн анамыз, аналардан қуат алған санамыз. Ұлы болсақ, ана менен ұлымыз, дана болсақ, ана менен данамыз. Дүние қызық екен жан жарыңмен, дүние қызық екен балдарыңмен. Өмірге мынауымызды алып келген дүние қымбат екен ана менен десек, жарқырап жайнап, бүгінгі керемет тойдың ажарын ашып тұрған Гүлмира Құдағидан жақсы бір тілекті жалғағанды жөн көрдік. Жасап жатқан тойларыңыз болсын. Ұлым Асылжан мен келінім Ақбота бақытты болсын. Ұл қыздары көп болсын. Денсаулықтары мықты болсын. Алла тіл көзден сақтасын. Бақыт болсын. Рахмет Құдағи, иншалла. Жастарға үлкен сенім артып отырсыздар, сенімдеріңізді ақтайды деп білеміз. Азанымен ақсамауыр қайнатқандан екен, бау-бақшада бұлбұлдарды сайратқандан екен. Шаңырақтың шырағы да, өмірдің нұры да ана ғайын. Сондай аналардың бірі Серіктей ағамның шаңырағының ең әдемі гүлі Ақботадай сұлуды дүниеге алып келіп, бүгінге дейін ақыл парасатын беріп, бүгінгі күн аял алақаннан ұзатқалы жатқан Розадай ананың ақ тілегін тыңдасақ. Құрметті құдағиларым, жекжаттарым, тойларға келгендеріңізге рахмет. Екі балдарымыз бақытты болсын, дендері сау болсын, өбірлі шүбірлі болсын, барған жерде бақытты болып, өстіп үлкен тойларда кездесіп жүре берейін. Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Біздің Асылжан қазақ еліндегі ең алдыңғы отбасының бірі болсын дегендер шапалақ ұрып қойсыншы. Ақботадай алтынымыз, аналардың, келіндердің ішіндегі гүлі болсын дегендеріңіз демеңіз ағайын. Екеусінің ел басқарар Нартұлғалы Нұрсұлтан Назарбаевтай президент ұлы болсын дегендеріңіз аямай ұрыңыздар шапалақта. Немереміз президент болды деп әр уақытта да шаттанып жүріңіздер. Құдаларға аққымыздан құйылсын, құдалар мен құдағилардың беттерінен құшақтасып бір-екі мәрте сүйілсін. Құдайға бір күн қамайады. Құдағида кен қамасын. Сәке, құдағын құшақтап қойыңыз, бәрекелді. Бір естегі сурет қаласын ба? Қазір осы күн астың үстінде тұғырға төрге көтердім. Сәке іш қызбай, іс қызбай дейді. Құда менен құдағиды тұғырға отырғызып, керемет ішті қыздырып, істі қыздырып қойсаңыздар болады. Үлкен түгіл, кішіге сараналық, көңілдерде қуаныш бағаналық. Шарап емес, қонағына ән сыйлаған біздің қазақ не деген дана халық. Олай болатын болса, ағайын тұғырда төрге керемет әніміз тек сіздер үшін бір шабытпенен, бір қошеметпенен әйгерім сұлуды қарсылайық ағайын ортаға. Kızın kanday kınası var.
бірінші бақыт пендесіне кіндікке береді екен. Егер сол кіндіктен ұл ержет, қыз бойжетіп ұрпақ тарап жатса, екінші бақыт кеудеге береді екен ағайын. Егер пендесінің кеудесінен намысып кетпесе, үшінші бақыт көзге береді екен. Егер пендесінің көзіне шел бітіп кетпесе, мәңгі бақи бақыты басқа береді екен. Ендеше бас қосқалы жатқан қосақ қудың басында мәңгі бақи бақ болсын деген ниетпенен сөз жалғасақ, қанат дегенге санбайтын болсақ ағайын, мынау ошақтың тірегі үш аяғы болса, азаматтың тірегі үш жұрт екен ғой. Соның ішіндегі тұғыры биік төресі әрине нарнағашылар қауымы, жиендерге жол ашқандар ашынар, қазақтың бір осындай баласы бар, бәрінен де орны бөлек екен-ау деп, айналайын қымбатты нағашылар деп, қаһардай нағашымыз бастаған нағашыларымыз. Шарифа Сағынғали Жайнадай, Еркін Меруерт Дәулет Сандуғаш, Сәкен Жанар Абай Жұпар атты түйме шапкелеріміз, Сейдәзім Тамыра, Дәурен Салтанат, Сапаркүл Нүрсейт, Әлфиядай, Сәуле Гүлжахан Дүйсегүл апаларымыз, Еркін Айман, Бауыржан Гүлшат Жахан Рабиға, Айдар Бану, Қанат Зина, Данияр Әлия, Бақтияр Рахат, Дәулет Наргизатты нағашылар. Келсеңіздер залға, қолдасын өздеріңізді бір жаратқан Алла деп әрине әсем әннің аясында қарсы аламыз. Болмай, айттым ғой, бүгінгі тойдың жұлдызы сіздерсіздер. Жақындап тұрайық. Құрметті нағашылар, жиеннің жиен шардың тойына қуана шаттанып келіп тұрғандарыңыз жүздеріңізден байқалып тұрған жайы бар. Сұлу жердің қасиеті сағасында, шөлді жердің қасиеті ағашында, ал адамдардың қасиеті ешқандай өзгермейтін нағашта десек, жолдарыңызға қарап, жақсы бір тілекті өздеріңізге ұсынайық әрине. Жолымызбенен ақ тілек нағаш өзіңізден. Рахмет, Амада. Мынау құрметті қауым, барлықтарыңыз осы тойдың куәсі болып келесіздер, барлықтарыңыз отбасыларыңыз осылай жақсы қуанышты той болсын. Мынау Балдыбек, Зәуре, мынау немере тойларыңыз құтты болсын. Серік, құтты болсын келін. Мынау басыңыз от екен осындай жақсылыққа, қуанышқа қосыла берсін, той-тойға ұласа берсін. Мына жастарға айтатын бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Бұларға бір-екі ауыз сөз айтып берейін. Құт болсын екен тұрағың дейді, жайқала берсін құрағың, лайланбасын бұлағың, жарқырай берсін шырағың, жастарың жүзге жеткенше тарқамасын бір-біріңе құмарың деймін. Барлықтарыңызда той жақсылық болсын. Рахмет, иншалла нағаша. Айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Айша Биба домалақ ананың өзіндей болып тұрған, солардың сара жолын ұстанған көзіндей болып тұрған әжелерімізден. Жолдарыңызға қарап жақсы тілек. Балдарбек құда, Зәуре құдағи, жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Ақбота барған жеріне судай сіңіп, тастай батсын. Екі жас бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, әр уақытта соның қызығын көре бермін. Серік, Роза, тұңғыш қыздардың құтты болсын, барған жеріне бақытты болсын, соның қызығын көре беріңдер әр уақытта. Әр уақытта жиған тергендерін осындай тойға жайылсын, соның куәгері болып жүре берейік, ынтымағымыз жоғалмасын. Рахмет апа, иншалла тілегіңіз қабыл болсын. Ағайын, әженің көкірек кең болады. Осындай әжеміз ақ тілек айтқанда шапала құрып отырыңыздар, жөн болады негізінде. Демеп отырайық жолымызбенен. Көпшілік қауым, Балдарбегімнің, Зәуре келінім, алғашқы тойлары құтты болсын. Немеренің тойы құтты болып, тойын тойғыласып, заманымыз тыныш болып, жастарымыз аман болсын. Серік, Роза, тойлары құтты болсын айналып. Екі жас бақытты болсын. Өсіп өніңдер, өмірлі шүмірлі болыңдар. Құда қаласа ендігі жылы шілдехана тойында отырайық. Не деймін, бәріңізге осындай той жұғыс.